Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Мен бүгін сіздермен химия сабағын жүргіземін. Есімі Мұхтарұлы Ернар, Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пән мұғалімі. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын мен сіздерге келесі видеоны көруді ұсынамын. Органикалық молекуланың құрылымы мынадай түрде сипатталуы мүмкін. Молекуладағы көміртек атомының санын анықтау. Молекуланың көміртек қаңқасын құру үшін көміртек атомдарының байланысу жолын анықтау. Қосылыстардың химиялық қасиеттерін айқындайтын функционалдық топтарды анықтау. Молекуладағы атомдар мен атомдар тобының жазықтық бойында орналасуын табу. Осы төрт фактор комбинациясының санына шектеу болмағандықтан, алынған дара молекулалық құрылымдар саны іс жүзінде шексіз десе де болады. 1950 жылдарға дейін молекулалық құрылым тек химиялық тәсілдер көмегімен анықталатын. Әртүрлі тәжірибелер нәтижесін талдау арқылы химиктер байланыс құрылымы жайында деректер жинаған. Сосын олар соңғы шешімге келу үшін алынған бөлшектерді құрастырған. Мысалы, пропен құрылымын оның эмпирикалық формуласы, малярлық массасы және оның броммен реакциясындағы өнімі арқылы анықтауға болады. Бірақ мұндай жұмыстар нәтижесінде әрқашан қандай да бір белгісіздік дәрежесі болатын. Олар әдетте жақсы танымал әдістер көмегімен және синтезделген, сондай-ақ белгісіз қосылыстардың қасиеттерін салыстыру арқылы расталатын. Қазіргі таңда химиктер белгісіз қосылыстардың құрылымын анықтауда химиялық тәсілдерге қарағанда инструменталдық тәсілдерге көбірек жүгінеді. Спектроскопиялық әдістер өте пайдалы, себебі олар тікелей функционалдық топтарды анықтайды, немесе молекуладағы атомдардың орналасуын көрсете алады. Әлі күнге дейін молекулалық құрылымды анықтау детективтік істі еске салады, бірақ қазір ол әлдеқайда жылдамырақ әрі сенімдірек. Бейнебаяннан көргендеріңізде спектроскопия әдісі молекулалардың құрылымын зерттеуде өте кең қолданылады. Спектроскопия әдісі масс спектроскопия, ядролық магниттік резонанс және инфрақызыл спектроскопиялық әдістер жатады. Бүгінгі сабақта біз инфрақызыл спектрометрия әдісін қарастырамыз. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбына сәйкес мақсаттар. Сабақ мақсаттары: молекуланың инфрақызыл жиіліктерді жұту себебін түсіну, қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтардың айқындалуын, қай аймақта жататындығын білу және оларды пайдаланып қосылысты анықтау, инфрақызыл сіңірудің жаһандық жылынуға тигізетін салдарын түсіну. Сабақ мақсатына сәйкес жетістік критерийлері: инфрақызыл спектрдің жұмыс жасау принципін біледі, байланыстың тербеліс жиілігінің байланыс және атомдар түрінің тәуелділігін түсінеді, қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтардың жұтылу жолақтарының диапазонын ажырата алады. Қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтардың айқындалу облысы қай аймақта жататындығын біледі және оларды пайдаланып қосылысты анықтай алады. Парниктік газдардың инфрақызыл спектрін ажырата біледі. Инфрақызыл сіңірудің жаһандық жылынуға тигізетін салдарын түсінеді. Бүгінгі сабақта қажетті тілдік мақсаттар: оқушылар орындай алады. Инфрақызыл спектр негізінде қосылыс құрамындағы болжам жасау. Бүгінгі сабақта қолданылатын сөздіктер: бұлар инфрақызыл спектрометрия, спектр, инфрақызыл сәуле, жиілік, толқын ұзындығы, жұтылу спектрі және толқын саны. Электромагниттік толқындар ұзындығы және толқындар жиілігі электромагниттік спектр деп аталатын өте кең ауқымда өзгеруі мүмкін. Электромагниттік спектрде бірінші энергиясы және жиілігі жоғары және толқын ұзындығы қысқа радиоизотоптардан шығарылатын гамма сәулелер орналасады. Одан кейін рентген сәулелері орналасқан. Рентген сәулелерінен кейін ультракүлгін сәулелер орналасады. Яғни бізге көрінетін толқын ұзындығы бар көрінетін сәулелер 400 нанометрден 700 нанометр аралығында орналасқан. Ал жылу ретінде қабылданған инфрақызыл сәулелер орналасады. Ал ұзын толқын аралығында микротолқын және радиотолқындар орналасады. Біз бүгін инфрақызыл сәулелерді қарастырамыз. Инфрақызыл сәулелену бұл көрінетін сәулелерден сәл жоғары, ал микротолқындардан төмен аралықта 700 нанометрден 1 мм аралығында жатады. Спектроскопия әдісінде негізінен 2,5 микрометрден 25 микрометрге дейінгі аралық қолданылады. Жалпы инфрақызыл сәулелер осы молекулалармен қалай жұтылады? Енді соны қарастырсақ. Жалпы коваленттік байланыспен байланысқан молекулалар
яғни бір-бірінен алшақ орналаспайды. Керісінше олар белгілі бір деңгейде өзара өз айналасында тербеледі. Бұны басқаша айтатын болсақ, яғни коваленттік байланыс атомдарды берік байланыстыратын білік сияқты емес, керісінше белгілі бір дәрежеде тербеліске мүмкіндік беретін серіппе сияқты жұмыс жасайды. Мұны келесі видеодан көруге болады. Бейнебаяннан көргендеріңізде энергия және сәйкесінше тербелісшілігі квантталады. Ол молекула ішінде тек нақты тербелісшілігі болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Жоғары энергетикалық деңгейге көтерілген сайын тербеліс амплитудасы арта түседі. Екі тербеліс энергиясының арасындағы энергия айырымы инфрақызыл сәулелердің фотондары тасымалдайтын энергияға сәйкес келеді. Сондықтан инфрақызыл сәулелердің жұтылуы осындай тасымалдауды тудыруы мүмкін. Енді байланыстардың тербелісшілігі неге тәуелді? Соны қарастырайық. Өзара байланыстардың тербелісшілігі байланыстың түрлеріне және байланысатын атомдардың түрлеріне тәуелді. Мысалы, массасы ауыр атомдардың арасындағы тербелісшілігі массасы жеңіл және өлшемі кіші атомдардың арасындағы тербелістерге қарағанда төмен жиілікте тербеледі. Бұны төмендегі кестеден қарайтын болсақ, көміртек сутек және көміртек хлор атомдарының тербелісшілігін салыстыру арқылы көруге болады. Ал көміртектік еселі және үш байланыстар, қысқа үш байланыстар байланыс ұзындығының кіші болуымен және беріктігінің жоғары болу есебінен көміртектік бір байланысқа қарағанда жоғары жиілікте тербелетіндігін кестеде көруге болады. Яғни кестеде мұнда көміртек арасындағы 1, 2 және 3 байланыстың саны артқан сайын тербеліс жиілігінің мәнінің артатындығы көрсетілген. Енді тербеліс жиілігіне байланысты органикалық қосылыстардың инфрақызыл спектрді қалай жұтатындығын қарастыратын болсақ. Органикалық молекуланың құрамында бірнеше коваленттік байланыстар болады. Әртүрлі байланыс бірнеше созылу және бұрылу түріне сәйкес тербелуі мүмкін. Және әр қайсысы өзінің бірегей жиілігіне ие. Осы тербелістердің барлығы инфрақызыл аймақта көптеген жұтылу жағдайларында келтіріледі. Осы жұтылудың толық жиыны инфрақызыл спектр ретінде белгілі. Инфрақызыл спектр жұтылу дәрежесінің инфрақызыл сәулелердің толқын саны азаюымен қалай өзгеретіндігін көрсететін график түрін қабылдайды. Жұтылу дәрежесі өтімділік коэффициенті ретінде анықталады. Өтімділік коэффициенті үлгі арқылы сәулелену қаншалықты өтетінін көрсетеді. Осылайша өтімділік коэффициенті 0 болса, ол барлығы сәулеленудің үлгімен жұтылғандығын, ал 100% болса жұтылудың жоқтығын көрсетеді. Сәйкесінше спектрдің жоғары жағындағы негізгі сызық пен жұтылу төмен бағытталған белсенділігі мен ені әртүрлі шыңдар түрінде көрсетіледі. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, яғни графикте, яғни мұнда графиктің сол жағында өтімділік, яғни процентпен белгіленген, ал толқын саны сантиметрдің -1 дәрежесімен өлшенеді. Мұнда сол жағында негізінен әртүрлі органикалық заттардың функционалдық топтарының әртүрлі жұту толқын сандары, яғни әртүрлі деңгейде жұту толқын сандары көрсетілген. Мұнда графикте негізінен 2 метил пропанальдың инфрақызыл спектрі көрсетілген. Енді осы инфрақызыл спектрді арнайы спектрометр дейтін инфрақызыл спектрометр құралымен өлшейді. Инфрақызыл спектрометрдің жұмыс жасау принципін қарастыратын болсақ. Бірінші инфрақызыл сәуле көзі 2 шоғырға бөлінеді. Бірінші жұмысшы шоғыры, екінші салыстыру немесе фонды шоғырға бөлінеді. Яғни жұмысшы шоғыр арқылы, яғни үлгі арқылы өткен және фон арқылы өткен шоғырлар компьютердегі жұмысшы үлгі шоғырының инфрақызыл сәулелердің қаншалықты жұтқандығын компьютерде фондық шоғырмен салыстырылып, яғни спектрге жіберіледі. Спектрлердің енді органикалық қосылыстардың құрылымын анықтауда қалай есептелетіндігін келесі видеодан қараймыз. Бұл молекулалық формуласы C3H6O2 болатын қосылыстың инфрақызыл спектрі. 2000 сантиметрдің -1 дәрежесі деген мәннің оң жағындағы спектр бөлігі
сол бөлігіне қарағанда кеңірек екендігіне назар аударыңыз. Бұл инфрақызыл спектрлерді көрсетудегі қарапайым тәжірибе және ауқымды аумақта жұтылуды талдауда көмектеседі. Бір қарағанда спектр әртүрлі толқындық сандарда пайда болатын көптеген жұтылулармен айтарлықтай күрделі көрінеді. Химиктер әдетте оны үш аумаққа бөледі. Біріншісі 4000-нан 2500 сантиметрдің -1 дәрежесіне дейінгі диапазонды алып жатыр. Бұл аумақта жұтылу сутек пен көміртек, оттек немесе азот сияқты басқа атомдардың арасындағы байланыстың валенттік тербелісіне қатысты болады. Спектрдің орташа бөлігі 2500-ден 1500 сантиметрдің -1 дәрежесіне дейінгі аралықта алып жатыр. Ол алкендердегі көміртек-көміртек байланысы немесе карбоксил тобындағы көміртек-оттек байланысы сияқты еселі байланыстардың валенттік тербелісінің нәтижесіндегі жұтылуға сәйкес келеді. Спектрдің ең шалғай оң бөлігі қаңқалық тербелістер аумағы деп аталады. Онда дара байланыстардың валенттік тербелістері мен деформациялық тербелістер нәтижесіндегі көптеген басқа жұтылулар бар. Бұл аумақтағы жұтылу шыңдарының құрылымы кез келген қосылыс үшін бірегей, және оның атауы да осыған байланысты шыққан. Енді спектрге қарап, корреляциялық диаграммалардың көмегімен функционалдық топтарды анықтауға тырысайық. Шамамен 3000 сантиметрдің -1 дәрежесі аумағындағы өте кең жұтылу гидроксил тобының валенттік тербелісі нәтижесінде пайда болуы ықтимал. Спирттер жоғарырақ толқындық сандарда жұтатындықтан, бұл OH тобы карбоксил тобына тиесілі деп болжай аламыз. Біз бұл болжамға спектрдің орташа аумағында дәлел таба аламыз. 1715 сантиметрдің -1 дәрежесіндегі айқын жұтылу карбон қышқылдарындағы карбонил тобына тән. Екі шың молекулада карбоксил тобының бар екенін дәлелдейді. Осыдан соң, екі көміртек атомы мен 5 сутек атомы қалады. Олар CH3CH2 тобын құра отырып, тек бір тәсілмен орналасуы мүмкін. Расында спектрдегі CH валенттік тербелістерін жұтылулар топтамасы түрінде 3000 сантиметрдің -1 дәрежесінен сәл төмен аумағынан байқай аламыз. Олар айтарлықтай дәрежеде OH тобының қарқынды кең жұтылуымен жабылған. Қаңқалық тербелістер аумағындағы көптеген шыңдарды анықтау қиын. Алайда, берілген қосылысты пропан қышқылы деуге дәлел жеткілікті. Видеодан көргендеріңіздей, инфрақызыл спектрді талдау арқылы органикалық қосылыстардың құрылымдық формуласын қарастыруға болады. Инфрақызыл жұтылулар үшін корреляциялық диаграмманы қарастырайық. Яғни бұл диаграммада әртүрлі органикалық қосылыстардың құрамына кіретін функционалдық топтардың және әртүрлі атомдардың өзара байланысуына сәйкес, яғни инфрақызыл спектрда кездесетін жұтылу диапазондары көрсетілген. Бұл диапазондарды, осы диапазондарды зерттеу арқылы, ана спектрді талдау арқылы өте күрделі органикалық қосылыстардың құрылымдық формуласын жазуға мүмкіндік туады. Енді сіз, құрметті оқушылар, мұнда кестеде 2 метил пропанальдың инфрақызыл спектрі берілген. Сіздерге тапсырма осы инфрақызыл спектрді зерттеп, қай функционалдық топ қай мәнге сәйкес келетіндігін анықтаңыздар. Енді бәріміз бірге жауабын қарастырайық. Мен сіздерді дұрыс анықтады деп ойлаймын. Енді бірге талдауды бастайық. Жалпы графиктің біз сол жағынан бастайтын болсақ, бірінші 2714-2813 бұл альдегидтік топтағы CH байланысына сәйкес келеді. Мұндағы жұтылу диапазондары кестеде анық көрсетілген. Кестені қарап тексерсеңіздер болады. 2877-ден 2972 мәндер, бұл мәндер S+ гибридтеген көміртек және сутек атомдарының мәндеріне сәйкес келеді. Ал оның оң жағында 1733, яғни шыңы мәні болып кететін шың, бұл альдегидтік топтағы CO байланысына сәйкес келеді. Ал 1395 бұл альдегидтік топтағы көміртек және сутектік топты көрсетеді. Мен барлығыңызды дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Енді
инфрақызыл спектрометрияның қолданылуын аясын қарастырайық. Инфрақызыл спектроскопия әдісі қазіргі таңда кеңінен қолданылатын аналитикалық аспап болып табылады. Оның мынадай қолданыстары бар. Молекуладағы функционалдық топтарды анықтау, толықтай қосылысты оның спектрін мәліметтер қорында жиналған спектрлермен салыстыру арқылы анықтау, нақты байланыстардан пайда болған жұтылулардың интенсивтілігін өлшеу арқылы белгілі бір қосылыстардың концентрациясын анықтау және есептеу, өндірістік жолмен алынған химиялық заттардың тазалығын тексеру. Енді осы сабақта алған білімдеріңізді тексеру үшін қалыптастырушы бағалау өткіземіз. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты молекуланың инфрақызыл жиілікті жұту себебін түсіну, инфрақызыл спектрометрдің жұмыс жасау принципімен танысу, қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтардың айқындалу облысы қай аймақта жататындығын білу және оларды пайдаланып қосылысты анықтау. Жетістік критерийлері. Оқушылар мақсатқа жетеді егер инфрақызыл спектрдің жұмыс жасау принципін біледі, байланыстардың тербелішілігін, байланыс және атомдар түріне тәуелділігін түсінеді, қосылыс құрамында сәйкес функционалдық топтардың жұтылу жолақтарының диапазонын ажырата алады, қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтардың айқындалу облысы қай аймақта жататындығын біледі және оларды пайдаланып қосылысты анықтай алады. Құрметті оқушылар, сіздерге қалыптастырушы бағалауда 4 тапсырма ұсынылып отыр, яғни бірінші тапсырмаға орындауға кірісе берсеңіздер болады. Берілген тұжырымдамалардың дұрыс не бұрыстығын анықтаңыздар. Екінші тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмаларды орындау кезінде бізде жаңа сіздерге көрсетілген, презентацияда көрсетілген таблица кестені жүктеп, яғни функционалдық топтардың жұту диапазондарын пайдаланып орындауларыңызға рұқсат етіледі. Яғни бұл тапсырмаларды қалыптастырушы бағалауды орындау барысында оқушыларға бұл кестені пайдалануға рұқсат беріледі. Екінші тапсырмада байланыстардың инфрақызыл сәулелерді жұту қабілеттерінің кему ретімен орналастырыңыз. Ал үшінші тапсырмада кестені пайдалану функционалдық топ пен жұту диапазонының мәндерін сәйкестендіріңіз. Келесі соңғы тапсырмаға көшеміз. Төмендегі графикті бруто формуласы С4H8O болатын органикалық қосылыстың инфрақызыл спектрі берілген. Осы қосылыстың инфрақызыл спектрін зерттеп төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
Енді қалыптастырушы бағалаудың жауаптарын бірге талқылап жауап берейік. Бірінші тапсырма. Берілген тұжырымдамалардың дұрыс не бұрыстығын анықтаңыздар. Жиілігі және энергиясы ең жоғары әрі ең қысқа толқындардың инфрақызыл толқындарға жатады. Яғни бұл жауап бұрыс жауапқа жатады. Себебі жиілігі және энергиясы ең жоғары әрі ең қысқа толқындарға радиоактивті металл элементтер шығаратын гамма сәулелер жататындығы айтылды. Инфрақызыл спектр жұтылу дәрежесінің инфрақызыл сәуленудің толқындық саны азаюымен қалай өзгеретіндігін көрсететін график түрін қабылдайды. Яғни бұл дұрыс жауап. Кішкентай және жеңіл атомдардың арасындағы күшті байланыстар үлкен және ауыр атомдар арасындағы әлсіз байланыстарға қарағанда жоғарырақ жиілікке тербеледі. Бұл яғни бұл дұрыс жауапқа жатады. Егер өтімділік коэффициенті 100%-ға тең болса, онда сәулену үлгімен толығымен жұтылады дегенді білдіреді. Бұл бұрыс жауап. Себебі егер өтімділік коэффициенті 100%-ға тең болса, бұл үлгі арқылы өткен сәуленің үлгі арқылы өткен инфрақызыл сәуленің үлгі бойынша жұтылмағандығын көрсетеді. Ал керісінше 0% болса, үлгі арқылы толық жұтылғандығын көрсететіні жоғарғы теория барысында айтылды. Келесі, инфрақызыл спектрдің негізгі сызығы графиктің төменгі бөлігінде көрсетілген. Бұл бұрыс жауап. Себебі инфрақызыл спектрдің негізгі сызығы графиктің жоғарғы бөлігінде орналасады. Қазір қайта қарастырып кететін болсақ, яғни бізде инфрақызыл спектрлердің жұтылу жолақтары, яғни кестенің графиктің жоғарғы жағында, ал жұтылу толқын саны, яғни ені және ұзындығы әртүрлі төмен қараған шыңдар ретінде көрсетіледі. Соңғы коваленттік байланыс атомдарды байланыстыратын қатты білік сияқты емес, керісінше тербелістерге орын беретін серпінді серіппе сияқты жұмыс жасайды. Яғни бұл жауап дұрыс. Келесі сұраққа көшеміз. Тапсырма номер 2. Байланыстардың инфрақызыл сәулелерді жұту қабілеттерінің кему ретінде орналастырыңыз. Жаңа теория айтылған кезде, яғни байланыстардың жұту қабілеті, яғни байланыстың санына және байланысатын атомдардың түріне тәуелді екендігі айтылды. Байланыстардың массасы неғұрлым жоғары болса, яғни жұту қабілеті соғұрлым, тербелу жиілігі соғұрлым төмен екендігі. Ал байланыстардың артқан сайын тербеліс жиілігі артатындығы айтылды. Олай болатын болса, бірінші көміртек және көміртек пен азот арасындағы үш байланысты салыстырайық. Көміртек арасындағы байланысқа қарағанда азот атомының массасы жоғары болғандықтан көміртек пен азот арасындағы байланыстың тербелу жиілігі жұту қабілеті жоғары болады. Одан кейін сәйкесінше көміртек пен көміртек, одан кейін көміртек пен азот арасындағы екі байланыс, одан кейін көміртек пен көміртек арасындағы екі байланыс, одан кейін көміртек пен азот арасындағы бір байланыс, одан кейін көміртек пен көміртек арасындағы байланыс орналасады. Үшінші тапсырма. Бұл тапсырманы орындау сіздерге жеңіл болды деп ойлаймын, себебі кестені пайдаланып, бұларға оңай жауап беруге болады. Яғни кестеде бірінші көміртек пен көміртек алкан, яғни алканға сәйкес келетіні, ол 1050 мен 1150 жұту диапазонын көрсететіндігі айқын. Яғни кестемен жұмыс арқылы бұны өте оңай жауап беруге болады. Енді біз барлығымыз бірге төртінші сұрақтың жауабын қарастырайық. Енді төртінші сұрақтағы кестені қарастырайық. Жаңа бейнебаянда көрсетілгенде жалпы бұны үш бөлікке бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлік әртүрлі жұту диапазоны жоғары, әртүрлі көміртек пен сутек арасындағы байланыстарды қарастыруға болады. Бірінші 2883 және 2981 аралығындағы жұтылу саны бұл көміртек пен сутек арасындағы S+ гибридтелген байланысқа сәйкес келеді. Ал 1716 шыңы бұл кетон тобындағы алдегидтік топтағы CO байланысына сәйкес келеді. Ал 1170
бұл көміртек арасындағы байланысты көрсетеді. Олай болатын болса, осы графикке анализ жасау арқылы келесі 4-ші сұрақтың тапсырмаларына жауап берейік. Бірінші, графикті жылытылу жолақтарына қандай байланыстар сәйкес келетіндігін анықтаңыз. Бірінші, үш жолаққа үш көміртек және сутек байланысы, екінші жолаққа көміртек оттегі байланысы және үшінші жолаққа көміртек байланысы сәйкес келетіндігін байқауға болады. Екінші сұрақ, брута формуласы С4H8O болатын органикалық қосылыс қай классқа жатады? Енді бұл графикке қарап отырып, бұл мәндер СО байланысы кето немесе алдегидтік топты көрсетеді. Бірақ бұның алдегидтік топқа жатпайтындығын дәлелдеу, алдегидтер классына жатпайтындығын дәлелдеу үшін, яғни мұнда спектрда алдегидтік көміртек және сутектік байланыстың жоқ екендігін көруге болады. Сол арқылы бұл алдегидтер классына емес, керісінше кетондар классына жататындығын айта аламыз. Енді графикті талдау арқылы және функционал топтарды құрастыру арқылы брута формуласына сүйеніп, яғни С4H8O-ның 2 бутанон екенін айтып, құрылымдық формуласын келесідей ұсынуға толықтай негіз бар. Құрметті оқушылар, енді келесі суретке қарап, келесі суретте қандай процесс бейнеленгенін суреттеңіздер. Бұл сұраққа мен сіздерді дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Яғни мұнда дұрыс айтасыздар, парниктік эффект көрсетілген. Яғни парниктік эффекттің ғаламдық жылынуға әсерін қарастырайық. Яғни бұл бізде инфрақызыл сіңірілудің жаһандық жылынуға тигізетін салдары бізде соңғы мақсат. Ғаламдық жылыну жердің бетіндегі орташа температураның артуы. Жалпы беткі қабатының температурасы 5000 градусқа жететін күн негізінен біздің көзімізге сезілетін, көрінетін сәуле таратады. Мұны келесі слайдтан көруге болады. Яғни температурасы шамамен 5000 градусқа сәйкес күн, яғни бізге көрінетін сәуле таратады. Бұл сәуле бұл сәулеге мөлдір болғандықтан, бұл жер бетіне еркін өтіп, жер бетіндегі бүкіл денелермен сіңіріліп, яғни бүкіл денелер магниттік спектрдің белгілі бір диапазонына сәйкес сәулелер шығарады. Енді белгілі бір заңдарға сәйкес, осы жалпы жердің орташа температурасына тең, шамамен 15 градусқа тең барлық денелер шамамен инфрақызыл толқындар шығарады. Ал инфрақызыл толқындар кері атмосферадан өте алмайды. Яғни кедергі атмосферада көп таралған парниктік газдар бұған кедергі жасайды. Баршамызға белгілі парниктік газдар бұл ғаламдық жылынуға алып келеді. Яғни өте көп таралған парниктік газдарға метан, көмірқышқыл газы және су буын жатқызуға болады. Яғни парниктік газдардың қалай атмосферада артатындығын және оның қандай зияны бар, парниктік газдардың қандай пайдасы бар, сіздер бұны төменгі сыныптарда қарастырдыңыздар. Енді біз бұны бүгінгі сабақпен байланыстырып, парниктік газдардың спектрін сабақпен байланыстырамыз. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма парниктік газдардың біздерге инфрақызыл сәулелерді жұту спектрі берілген. Сіздерге мұнда спектрлердің қай газға, парниктік газға сәйкес келетіндерін анықтау тапсырылады. Берілген инфрақызыл спектр қай парниктік газға сәйкес келеді? Осыны анықтаймыз.
Екінші тапсырма. Жалпы айта кететін жайт, яғни сабақ барысында негізінен бұл инфрақызыл спектрлер презентацияда шығарылып, оқушыларға арнайы кіші ақ тақта таратылады. Яғни оқушылар өз орнында кестені пайдалану арқылы бұл парниктік газдардың спектрларын зерттеп, ақ тақтаға жазып, яғни формулаларды көрсетеді. Яғни мұғалім бұл ақ тақтадағы әрбір оқушылардың жазған формулаларын көру арқылы қай оқушылардың қаншалықты түсінгенін, бүгінгі сабақ түсінгенін бағалай алады. Келесі үшінші парниктік газ. Енді осы парниктік газдарды бірге жауабын қарастырайық. Бірінші, берілген инфрақызыл спектрге сәйкес келетін парниктік газ бұл су. Бұны айқындау сіздерге кесте арқылы қиындық тудырмады деп ойлаймын. Келесі берілген суретте инфрақызыл спектр сәйкес келетін парниктік газ бұл метан. Соңғы берілген инфрақызыл спектрге сәйкес келетін парниктік газ көмірқышқыл газы. Енді осы парниктік газдардың ғаламдық жылынуға қаншалықты әсер ететіндігін қарастырайық. Жалпы парниктік газдарға көміртек диоксиді, метан, судан бөлек фтор трихлорметан, диазот монооксидін, дифтор дихлорметан, октафтор пропанды жатқызуға болады. Мұнда кестеде көріп отырғандарыңыздай атмосферада, яғни осы парниктік газдардың сақталу уақыты көрсетілген. Мұнда кестеден көру арқылы октафтор пропанның, яғни ең ұзақ сақталатын, ал ғаламдық жылыну потенциалы дифтор дихлорметанда ең жоғары екендігін көруге болады. Яғни қазіргі таңда жалпы адамзат технологиясында, жалпы күнделікті тұрмыста өте жиі қолданбаса да атмосфераға көп таралатын дифтор дихлорметан жалпы көмірқышқыл газымен салыстырғанда 10.900 есе ғаламдық жылынуға әсер ететіндігін көруге болады. Құрметті оқушылар, мен сіздерді тапсырмаларды орындау барысында көп қателіктер жібермеді деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабақтағы мақсатқа қайта оралатын болсақ. Инфрақызыл спектрометрия. Тақырыбы бойынша сабақтардың мақсаттары: молекуланың инфрақызыл жиіліктерді жұту себебін түсіну, қосылыс құрамындағы сәйкес функционалдық топтарды айқындалу облысы қай аймақта жататындығын білу және оларды пайдаланып қосылысты анықтау. Соңғы мақсат инфрақызыл сіңірілудің жаһандық жылынуға тигізетін салдарын түсіну. Яғни әрбір сабақ аяқталғаннан кейін бізде рефлексия жүргізіледі. Яғни мұнда құрметті оқушылар білім ағашына бүгінгі сабақ бойынша қаншалықты түсінгендеріңізді белгілей аласыздар. Бірінші, егерде барлығы түсінікті болса, жасыл стикерге жазу арқылы жасыл стикерді талға ілеміз. Егерде енді түсініп келе жатсаңыздар, сары, ал түсінбесеңіздер қызыл жапырақ ілеміз. Құрметті әріптестер және оқушылар, назарларыңызға көп рахмет.